өнер тарауын таңлаған адам жаратылыстан берілген інаят-пенен шекленіп қалмай, өз кәсібінің хақиқи пидайысы болса, өнердің бәлен шыңына шығып, халқы ардақлайтын инсанға айланады. Мен 1926 жылдың 10 мартында Шымбай аймағындағы 4-ші ауылда дүнияға келдім. Әкем Бердімұрат ерте қайтыс болып, жастайымнан жетім қалдым. Сондықтан анам қаяққа барса да, мені қасынан қалдырмай ертіп жүретін еді. Жастайымнан сурет салуға қызықтым. Бірақ сол заманлары қағаз менен қалем таптырмайтын нәрсе еді. Сондықтан менің қалемім жыңылдың шыбығы, ал полотнам болса тақыр жер болды. Балалық ойыным ылайдан әрқилы хайуанлардың мүсінін іслеуменен өтетін еді. Менің шалама шеккі, тақыр жерге соққан суретлерім адамлардың диққатына іліне бастады. Олардың мені суретші бала деп марапаттағанлары менің үшін теңі тайы жоқ атақ еді. Бір күндері ауылда сурет соғатын жат жұрттан келген қыз пайда болды. Ол арба айдаған ғарылардың, дігірман тартқан хаяллардың, тағыншақ таққан қыздардың суреттерін салады. Оның салған суреттеріне қызыққанлығым соншелі, әр күні ізіне еріп, сурет салғанына үңіліп отырамын. Тіліне түсінбесем де, қалемінің сызғанына түсінемін. Бір күні менің өмірімде үлкен бұрылыс жасаған уақия болды. Суретші қыз қар үйдің ішінде дутар шертіп отқан қыздың суретін салды. Мен оның әрбір сызған сызығына ықыласпен қарап отырдым. Оның дутаршы қызға қараған назары, қалемнің сызған сызықтарының кем-кеміне айдынласуы диққатынан шетте қалмады. Ықыласпенен беріліп қарап отырып, ұйқылап қалғанды да сезбеппін. Мені оятып суретті көрсеткенде, соққанына тасин қалдым. Қандай шеберлік! Дутар шерткен қыз, қар үйдің іші, бәрі дәл өзі болған.
Суретші қыз маған бір кітаптағы суреттерді көрсетіп, бір нәрселерді айтты. Бірақ бір сөзіне де түсінбедім. Соң ақ қағаз бен қалемді қосып, сол кітапты маған ұсынғанда, аларымды я алмасынды білмей, албырап қалдым. Кейін кітапты алып бауырыма басқанымда, ондай күтілмеген сыйлықтан өзімді тұтып тұра алмай, көкірегім ыдырап кетті. Қауендер Бердімұратовтың балалық дәуірі ұрыс жылдарына тура келді. Мектепте ағыла бағаларға оқығаны үшін оны 8-ші класында бастауыш класқа мұғалім етіп бекітті. Ол һәм оқыды, һәм оқытты. Суретші болу арманы кейінге сүріле берді. 27 жасқа толғанда оның салған суреттерін көрген Игорь Витальевич Савицкий оны Ташкенттегі Бенков атындағы училищеге оқуға баруға көндіреді. Оқуды біткергеннен кейін 1958 жылы Қарақалпақстан баспасында график художник болып жұмыс бастайды. Жергілікті халқымыздан шыққан бірінші график художнигі болып, сол дәуірлерде шыққан барлық кітаптарды безеу істерінде халқымыздың милилігі көріне бастайды. Қауендер Бердімұратов әдеби кітаплар, барлық дастанлар һәм сабақлы кітапларды безеу жұмыстарында өз шеберлігін көрсетеді. Кітаплардың мұқабалары һәм ішіндегі иллюстрациялар мазмұны һәм келбеті жағынан байи бастады. 60-шы жылдардан 80-шы жылдарға шейін баспадан шыққан батырлық дастанлары, Қарақалпақ жазушыларының повесть һәм романлары барлығы Қауендер Бердімұратовтың қолына өтті. Қауендер аға Қыдырбай менен бір ағалы інілідей болып, қатты бір-біріне жақын көріп, жақсы қатынасатын еді. Қыдырбай 33 жасында қайтыс болып қалды. Сол уақытта Қауендер аға қатты қиналды. Қыдырбайдың 40 жылдық юбилейінде 8 жасар ұлым Зауқының қолына Қауендер аға мына бюсті әкеліп, әкеңдей үлкен художник бол деп қолына ұстатты. Қауендер ағаның әдеті өзі
белгілі адамлардың юбилейінде һәммеге осы бюстлерін істеп, һәммеге осындай ұсынысты етіп, осылай істеп әкеп тапсыратығын еді. Өлкетану музейіндегі тарихи экспонатларды іслеуде де көп жәрдем етті. Қосақ тоқып отырған кемпірге өз анасының мүсінін жаратқан дейді перзентлері. Әлбетте, әрбір дөретуші інсан перзенттерінің давамшысы болуын қалайды. Сондықтан олардың әрбір істеген жұмыстарына пікір айтып, жол жоба көрсетеді. Кәсібінің арқасында көп адамlar менен достық қатынаста болды. Дөретуші инсандардың кеулі дария болады. Соның ұшында олардың достығының арасында шекара болмайды. Қырғызстан пайтақтындағы дүнияға белгілі Шыңғыс Айтматовты үйінде отырып суретін салғаны сөзіміздің айқын дәлелі. Художниктің үй ұстаханасы өзі барда қандай болса, елі сол тұрсында тұрыпты. Бітпей қалған портрет елі сол инсанның келіп давам етуін күтіп тұрғандай. Әрбір дөреткен істерінде оның қолының іздері бар. Оның ұсындай дөретуші инсан болуында үлкен тәсір көрсеткен жат жұрттан келген суретші қыздың берген кітабын перзентлері әкесінің көзіндей көріп, қастерлеп сақлап отыр. Қарақалпақстан халық художнигі, Бердақ атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, республикамыздың мәдениетінің, көркем өнерінің рауаждануында айрықша қызмет еткен инсан Қауендер Бердімұратовтың 90 жылдық юбилейіне арнап 2016 жылдың март айында Савицкий атындағы музейде көргізбе болып өтті. Көргізбеге художниктің 150-ден астам әрқилы жанрдағы суретлері қойылды. Талантлы шығармалар еш қашан көнермейді. Ал оларды дөреткен ұлы дөретуші тұлғалар әулетлерден әулетлерге өтіп, ят болып қала береді.